Сәлеметсіздер ме? Біз Тұрансқұл ауданы Қасипан мектебі. Балалар мен жасөспірімдер туризм және өлкетану орталығы. Менің отаным, менің баспанам атты республикалық шығармашылық жоба байқауы. Менің отбасым сабақтастық құндылықтар мен және оның мәні номинациясы. Тақырыбымыз отбасы құндылықтары. Орындаған мен Кенжебек Асылтас, 6-шы асыл оқушы, жетекші Шайбекова Ақын. Жоба мақсаты отбасылық құндылықтардың сабақтастықтардың қазіргі таңдағы негізгі рөлін көрсету және де оларды қайта жаңғырту. Жоба міндеті отбасылық құндылықтарды негізін түсіндіру, әр балаға отбасы құндылықтардың маңызды рөл атқаратындығын түсіндіру және отбасы құндылықтары баланың бойына дарыта білу. Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазіргі таңда балалардың бойына біліммен қатар отбасылық ұлттық құндылықтар дамыту, оларға тәрбие, білім беру қаншалықты маңызды екені баршамызға белгілі. Отбасы барлығымызға ең жақын сөздерден бірі болып келеді. Ол махаббат пен тыныштық пен мейірім жарасымдылығының, қуаныш пен мерекенің мекені болып келеді. Адам баласының өсіп өнетін алтын ұясы отбасы болады. Сыйластық, жарастық орнаған орта, кішкентай ғана отан. Отан отбасынан басталады. Отанды сүю отбасынан басталатыны рас. Себебі отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы баспалдағынан бірі болып келеді. Оның бой жетіп өсуі бойындағы алғашқы адамгершілік қасиеттерінің белгілі отбасыларына қалыптасады. Барлығымызға белгілі әлемдегі біздің ең алғашқы байлығымыздың бірі ол әрине біздің отбасымыз. Бала әкеден ақыл, анадан білім алады. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны білерсің. Балапан қарамол өсу үшін оны самғап ұшыратын ата немесе әкесі болуы қажет. Отбасылық құндылықтар дегеніміз не? Отбасылық құндылықтар бір-бірі сүйіп қосылған жанұялардың отбасын сақтау үшін қолданылатын ежелден келе дәстүрлердің бірі болып келеді. Әрине бұл құндылықтар ежелден келе жатқанын немесе жаңадан шығарылған даналықтар болуы мүмкін. Отбасы құндылықтар отбасы мүшелерінің бір-біріне деген сүйіспеншілік, отбасы мүшелерінің бір-біріне деген мейірімділігі, туысқандық бірлік ұғымдарының берік сақтайды. Барлық ағайын, туыс жақындастырады, ұрпақ пен ұрпақ жалғастырушы. Қазіргі кезде көптеген ата-аналар баланың интеллектісін арттыруға басты назарға салады. Сонымен қатар баланың қатысу үйірмелері және оның кітаптары құндылық деп ойлайды. Бірақ бұл құндылық емес. Құндылықтар ең үлкені тәрбие білім деп білемін. Және де әлемге әйгілі шығыс ғұлама Әл-Фараби атамыз адамға ең бірінші білім емес тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қос шауы. Ол келешекте оның барлық өміріне апат әкелуі мүмкін деген екен. Сол себепте бала бойына бірінші білім емес тәрбие беру керек. Және де ұлттық отбасы құндылықтарын бойына сіңіру басты міндеттердің бірі болып келеді. Осы ретте отбасылық құндылықтар әрбір отбасында қолданылатын отбасылық дәстүрлерін жатқызғым келеді. Яғни отбасылық дәстүрлер бүкіл отбасына тыныштық пен мейірімділік сыйлайды. Балалар өздерін жалғыз емес, және отбасы жақсы екенін сезінеді. Кішкентай кезден бастап бала ата-аналардың әдеттерін бойына сіңіреді және оларды бақылайды. Және өмір мен отбасы деген көзқарасын қалыптастырады. Әр отбасының өздерінің дәстүрлері болып келеді. Отбасылық дәстүрлерін нелерге жатқызуға болады? Яғни бірлескен кешкі жиындар, кешкі ас үстінде бір-бірімен жаңалық алмасу, арнайы бір күнді арнап, үстел ойындар ойнау, кинотеатр, немесе саябақ, дүкендерді бірге аралау. Бұл менің отбасым. Және бұл отбасында менің атам, апам, және менің әкем мен анам, және менің бауырларым, 2 сіңілім. Бұл және мен. Менің отбасылық дәстүрлерінің бірі, біз отбасымызбен аптасына 1 рет үстел ойындар ойнаймыз. Және де демалыс күндері кинотеатр, парк, дүкендерге бірге аралаймыз. Кешкі ас уақытында отбасымызбен бірге әңгіме айтып, күліп ойнап, жаңалық алмасамыз.
Отбасылық құндылықтарды барлық отбасы сақтайды ма? Мен осыны сауалнама арқылы сіздерге жеткізгім келеді және соның нәтижесі болып келеді. Отбасылық дәстүрлерде қолданылады, бірақ 58% ғана отбасы қолданады. Отбасылық дәстүрлерді қолдану жақында бастаған тек 23 ғана пайыз отбасы қолданады. Отбасылық дәстүрлерді мүлдем қолданбайтындар, олар 19%. Көріп тұрғаныңыздай, отбасылық дәстүрлер туралы біледі, бірақ ешқашан қолданбайды. 10%. Отбасылық дәстүрлер туралы естімегендер 9% болып келеді. Қорытындылай келе, мен осы қорытынды Ұлы Абай атамыздың сөзімен еткізгім келеді. Яғни Ұлы Абай атамыз былай деген екен: адамның бойына 3 мінез сіңеді: ата-анасынан, құрбысынан және мұғалімнен. Сол үшін бір себеп, ата-ана қаншалықты шаршаса да баланың бойына тәрбие беру білу керек. Және отбасындағы жалғасын табатын құндылықтар негіздерін ұмыт қалдырмай жаңғыртатын отбасымызды қадірлей білейік. Назарларыңызға рахмет.